Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті достар. Мен бүгін сіздерге интернеттен қажетті кітаптарды қалай жүктеу керек, сол жайлы қарап шығуға өздеріңізге артық етпейді, кітап артық етпейді, сол жайлы көрсете кеткім келіп тұр. Ол үшін интернетке кіріп искусственное воспроизводство карпа деп жазсаңыздар, FAO.org деген осындай организацияның сайттың, кешіріңіздер, мынандай бірінші шығады кітабы. Осыны ашамыз. Бұл кітап сіздерге өте керек. Сол үшін мен сіздерге қысқаша былай көрсете салғым келіп тұр. Мына жерде сохранить деген бар. Осыны бассаңыздар, міне сіздерге компьютерлеріңізге, егер соткамен кірсеңіздер, соткалеріңізге осындай PDF формат сақталады. Менде бұл бар. Бұл кітап өйстіп сақтай берсеңіздер болады. Әрине мен сақтамаймын бұл кітапты. Так, міне бұл кітап мына тұқы балықтарын орталық Азия, Шығыс Еуропа, Кавказ елдерінде мысалы қалай өсіру керек. Бұнда бастауыш кәсіпкерлерге қысқа құнды ақпараттар бар. Сондықтан мен сіздерге осы кітапты ыңғайы келсе, орайы келсе жүктеп алыңыздар дегім келеді. Міне бұл кітапта тұқы балықтарының тіршілік циклы көрсетілген. Қалай басталады, қолдан қалай ықтырандыру, қандай әдістері бар, бұны көбейтудің. Зауыттық әдіс дейді, қолдан табиғи жолмен алу дейді. Мұнда қандай тереңдік болу керек, және балықтардың уылдырық шашатын алдында қалай дайындау керек, сол жайлы. Тоғандарды қалай дайындау керек, мысалы мынандай уылдырық шашқызатын. Табиғи ортадан қай уақытта аулау керек, қандай жағдайда қолдан ұрықтандыру әдістерін жасауға болады. Барлық мәліметтер осында қысқаша көрсетілген. Бұл кітапты алып қарасаңыздар, мына аталық аналық бастарды қалай таңдау керек. Мына жерде мысалы ауру сырқау, мысалы қоңырлығы аз, немесе дене пішіні әртүрлі өзгерген, әртүрлі сыртқы орта жағдайында жарамсыз болған балықтарды мысалы алмау керек деген сияқты, қалай таңдау керек. Сосын уылдырық шашатын өрістеу тоғандар көлемі қандай болған дұрыс. Осы жерде қысқа барлығы айтылып кеткен осы кітапта. Осы кітапты өздеріңізге жүктеп алыңыздар деп ұсынамын. Ал құрметті ағайын, қош сау болыңыздар.